Нұсқа талдау графиктік есеп беріліп тұр. Бұл есепте бізде дене үдеуінің уақытқа тәуелділік графигі берілген, дене бір қалыпты түзу сызықты қозғалған уақыт аралығы дейді. Яғни бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс жасаған уақытты табу керек. Бұл есепте бізде А1, А2 және А1 беріліп тұр. Жалпы үдеу деген не өзі және бір қалыпты қозғалыс деген не, соны айтып кететін болсақ, бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс деген сөз ол жерде жылдамдық өзгермейді деген сөз. Яғни қанша уақыт аралығында жол жүрсе де сол бір жылдамдықпен, тұрақты жылдамдықпен қозғалып келе жатыр деген сөз. Ал үдеу деген сөз, үдеу деген қандай шама бізде? Жылдамдықтың белгілі бір уақыт аралығында өзгерісін сипаттайтын физикалық шама. Яғни бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс болу үшін ол үдеу болмау керек ол жерде. Яғни жылдамдық демек өзгермеу керек уақыт аралығында. Бұл жерде қарайтын болсақ, қай аралықта бізде үдеу нөлге тең, соны тауып аламыз. Яғни мына жерде үдеу бар, оң мәнге ие. Мына жерде де одан сәл аздау, бірақ оң мәнге ие үдеу бар. Ол үдеу бар болса, ол бір қалыпты қозғалыс болып саналмайды. Ал мына аралықта бізде не бар? Үдеуіміз нөлге тең болып тұр. Демек, үдеу нөлге тең болатын уақыт аралығы бізде Т1 мен Т2 аралығы болады екен. Яғни В нұсқасы дұрыс жауабы болады.